Ысты руынан шыққан ұлы тұлғалар. Ысты руы ұлы жүз құрамындағы ең ірі рулардың бірі. Үйсін тайпалар одағының бөлігі. Дәстүрлі мекені Жетісу өңірі және қазіргі Жамбыл мен Түркістан облыстары. Ұраны Жауатар, таңбасы Көсеу. Сонымен Ыстыдан шыққан ұлы тұлғалар кім? Ысты, Ошақты және Дулат руларының биі және палуан әрі мерген болған Есей би. Ел аузында шешен атанған данышпан, батыр әрі палуан Бөлтірік Әлменұлы. Қазақ тарихында елеулі орны бар көшбасшы, кеңестік мемлекет қайраткері, жазушы әрі ғалым Дінмұхамед Қонаев. Еліміздің көрнекті мүсіншісі, Алматы қаласындағы Тәуелсіздік монументі композициясының барыс үстіндегі алтын адам ескерткішін жасаған Әділет Жұмабай. Сондай-ақ фосфорлы темір кенін өңдеу әдісін тапқан ғалым әрі металлург, Қазақстан ғылым академиясының президенті болған Асқар Қонаев. Айта кетерлігі, бұл бөліну емес, тарихымызға шолу. Тұлғаларымыз әртүрлі рулардың өкілі болғанымен, бәрінің ұлты қазақ. Келесіде қай рудың тұлғалары жайлы айтайын. Пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Сондай-ақ парақшама жазылуды ұмытпаңыз.